Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арай. Бүгін оразаның 19-ші күні ауызашарға осындай нежный круассандар дайындайтын боламыз. Сіздер осы видеоны көруді бастамас бұрын, сіздер менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, менің каналыма өз үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Бізге керегі жылы сүт, қант, екеуін үстіп араластыра отыра ванилин қосамыз. Араластырып, ашытқымызды қосамыз. Оны да араластырып тұрамыз. Тұз қосамыз. Және де сұйық май. Одан кейін сары май қосамыз. Оның үстіне ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Одан үстін осындай фольгамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді круассан ортасына жаққанға осындай сары майымыздың үстіне ұнымызды қосып, осылай араластырып аламыз. Осы видеоның астына описанияға жазып кететін боламын құрамын. Мінекей осындай жұп-жұмсақ болып көтеріледі. Енді қамырды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін осылайша оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді осылай бөліктерге бөлеміз. Бір бөлігін алып, тағы да оқтаудың көмегімен осылай жұқалатып жайып шығамыз. Енді жәнегі дайындап қойған майымызды осылай жағып ортасына. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ортасына мейіз, курага или шоколад, мак сеуіп қойсаңыздар болады. Мен осылай макты сеуіп қойдым. Енді осылай ораймыз. Мінекей круассандарымызды осылайша табамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып, 180-190 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей круассандарымыз пісіп шықты. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бетіне осылай сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Өте жұмсақ, нежный круассан болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша ауызашарға дайындап көріңіздер. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.